Енді бұл дұғаның әрбір мұсылман үшін үкімі қандай? Әрбір нәрсенің өзіндік үкімі болса, бұл дұғаның да үкімі бар екен. Намаздың үкімі фарыз, оразаның үкімі фарыз деген сияқты ғалымдарымыз да дұғаның үкімі бар дейді. Дұғаның үкімі қандай десе, дұғаның үкімі уәжіп, фарыз деген екен. Әрбір мұсылманға дұға жасау фарыз деген екен. Неге дейсіздер ғой? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не dedi? Әд-дуау хувал ибада. Дұға жасау құлшылық деген да. Дұға жасау құлшылық. Енді Аллах Тағала Құран кәрімде адам баласын жаратудағы мақсатын айтып келтірген аятта не dedi? Estaizu billah, inni khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Мен жындарды және адамдарды тек қана өзіме құлшылық қылу үшін ғана жаратқанмын деді. Адамның бұл өмірдегі негізгі мақсаты өзінің жаратушы Раббысына құлшылық қылу керек болатын болса, онда сол құлшылықтың бірі дұға екен. Және де Аллах Тағала Құран кәрімде «Удууни астаджиб лакум». Маған дұға қылыңдар, мен сендерге жауап берем деген. Міне осындай аяттарды, осындай пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінің барлығын ғалымдарымыз жинап қарап отырып, дұға жасаудың үкімі фарыз деген. Сондықтан әрбір мұсылман иншалла дұға жасап жүруі тиіс.